Балалар, бұл бізде қазақтың ұлттық ойыны бескеней деп аталады. Бескенейді екі адам немесе одан да көп адам болып ойнайды. Бұнда ойынның шарты: құмалақты жол белгілерімен жүріп, қарсыластың құмалағын жеп қою. Бәрін жеп қойсаң, сен жеңесің. Түсінікті ме? Енді бізде қазір Аят пен Хамза ойнайды. Бізде Аят бастайды. Тамаша. Тамаша жарайсың. О, әдемі. Тамаша. О, ой теңесті. Хамза жейсің сен. Қателесіп кеттің. Жарайды, тамаша, ештеңе етпес. Хамза қателесіп кеттің сен. Аят, екі жеңі бар. Аят, қателестің сен де. Тамаша. О, екі. Ой, тамаша. Әдемі. Екі жақта бір-бірінен қалды. Біз бір-бірін ұстай алмаймыз, е? Аят, жүрші. Тамаша. Жарайды, балалар, бізде ойын аяқтай келіп, бір-бірімізді бір құмалақпен ұстай алмаймыз, е? Өйткені біреу қашады, біреу қуып жүре береді. Бізде ойын тең болды, е? Тамаша, бірімізде қол алысып, рахмет айтамыз. Тамаша, жарайсыңдар балалар.